Жемқорлар дейді. Кім нақты жемқор? Назарбаев кезінде атын атамадың ба? Кеткеннен кейін ескі Қазақстан дейді. Ұят қой. Қуғын көріп жүрген басқа айтыскерлер бар ма? Мұрадым деген мықты ақын бар. Мысалы мен өзім арғынмын. Бірақ мәселе кейде руға да қарамайды екен. Бұл одақ немен айналысады жалпы? Енді сен қозғамай-ақ қойсаңдар деген тақырыпты қозғасаң, бәрібір келесі айтысқа сен шықпайсың деген дүние да. Қазір айтыс бір Аманат партиясына байлаулы деген пікір бар. Бұл қаншалықты рас? Ол айтысты кәдімгідей тоқырауға апарады. Мен Инстаграмға жаздым. Одақтың чатына тапсырма берілуі мүмкін да. ТикТокта, Инстаграмда боқтап жіберетін комментарийлер да бар. Мен ол кісімен 2 рет айтысқанмын. Әлі де айтысқым келеді. Қазақстанның тарихында бір ондай оқиға жоқ. Халық сенімен бірге елеңдеп алаңдап отыру керек қой. Қазір бір көрермен азайып кеткен сияқты көрінеді маған. Айтысқа тыйым салмай бәсеке болу керек. Келісіп айтысу деген Нұрғанат қалай пайда болды? Келісетін ақындар келіспей бастаса, кәдімгідей біраз адамдардың орны бүйтіп ауысады. Бір ақынның артында мысалы 4-5 ақын тұруы мүмкін. Осы айтыскерлердің сонда сын қабылдай алмай ма? Бұл жастарды кәдімгідей диктатураға тәрбиелеу ғой. Демек айтысты өткізу үшін жаңағы мемлекеттік бюджеттен ақша бөлінеді. Бөлінеді. Айтыскер ақындар да ол биліксіз өмір сүре алмаймыз деп қорқудың қажеті жоқ. Айтыста неге шындық айтылмайды? Арма көрермен қауым, бүгінгі біздің қонағымыз республикалық халықаралық айтыстардың жүлдегері Нұрғанат Қайрат. Нұрғанат, бүгінгі енді біздің әңгімеміз осы айтыс төңірегі, өйткені ел көп көреді, аз өтпейді. Сен өзің Жүрсін Ерманның айтысына да қатыстың студент кезіңде. Қазір Аманжол Әлтаев ағамыздың ұйымдастырып жатқан айтысына қатысып жүрсің. Осы айтыстың айырмашылығы бар ма? Армысыздар, рахмет қонақ қылып жатқаныңызға. Жалпы мен 10 жасымнан бастап айтысқа қатыстым. Және 18 жасымда сол Елордаға, Астанаға оқуға түсіп, сол жерде Серзат Дүйсенғазы, Аманжол Әлтаев, Дәулеткерей Кәбұл деген сияқты ағаларымыздың шәкірті болдық, филологияда оқыдық деген сияқты. Сол жерде жүріп, Жүрсін ағамыздың көзіне түсіп, ол кісі айтысқа шақырып, бірінші Оралда айтысып көрдім деген сияқты, ол кісінің Қызылордадағы айтыстарына қатыстым, 3-ші орын деген сияқты орындар алып жүрдік. Содан кейін қазір Аманжол ағамыз айтысты жүргізіп жүрген кезде де айтысқа шықтым, бірақ қазіргі таңда шығып жүрген жоқпын. 1 жылдай болып қалды ол кісінің айтысына шықпағалы. Неге? Бұл жерде менің өзімнің саяси пікірлерімде бар, қатысы бар. Одан кейін айтысқа қатысты пікірлерімде ол кісілерге қатты ұнай қоймайды. Сол үшін де қазір шығып жүрген жоқпын. Өзімде де қатты бір шығуға ықылас та жоқ. Айтысқа шыққым келеді, бірақ ол кісілер ұйымдастыратын айтысқа қатты бір шыққым келмейді. Неге Жүрсін ағаның айтысына шыққым келді? Өйткені ол кезде бір еркіндік бар еді. Шыны керек, ол кезде енді 18 жастасың, 20 жастасың, баласың деген сияқты бір жағынан қызық болды. Атамыз сияқты адам ғой. Ол кісінің айтысына қатысу деген мәз болдық, бәріміз үй іші деген сияқты. Сөйтіп үлкен ағаларымызды көрдік. Сол кісілер бізге баға берді деген сияқты, солармен де айтысып көрдік. Екеуін сіз сұрап жатсыз ғой, айырмашылығын бірден айта кететін болсақ, Жүрсін аға негізі мықты менеджер еді, мықты ұйымдастырушы еді. Өйткені ол кісі көбінесе үкіметпен, билікпен емес, жеке кәсіпкерлермен жұмыс жасады. Мен де өзі қазір кәсіпте жүргендіктен сол нәрсені дұрыс деп ойлаймын. Өйткені сол кезде де айтпа деген дүниелер болған шығар, бірақ дәл қазіргідей мысалы қатты бір қысымдар болған емес. Айтыс келгенде бұл айтыстың ішіндегі дүниелер ғой. Кейбір адамдар былай айтуы мүмкін, жаңағыдай сен Мұхтар Ниязов сияқты, Дидар Қамиев сияқты танымал емессің ғой, жаңағыдай бір сөздер бар ғой. Жазушы болмаған адам сыншы болады деген сияқты. Бұл жерде де сөйтіп айтуы мүмкін. Біз сенің атыңды көп естімедік қой деген сияқты. Шығып алып өзің айтыса алмағаннан кейін осылай сөйлеп жатқан шығарсың деген сияқты. Мен ол кісілерге бірден айта кетейін, өйткені бізде көрермендер жазады солай. Өзіне қатырыпты деген сияқты. Жалпы енді бізде айтыстың пигі, шыңы ол алтын домбыра ғой.
алтын домбыра айтысында 3 дүркін алтын домбыраны алған ол Мұхтар ағамыз. Мұхтар Ниязов. Мен ол кісімен 2 рет айтысқанмын. Әлі де айтысқым келеді. Сол сияқты кез келген айтыскермен қазір де айтыса берем. Егер жекпе-жек болса немесе өздері шақырса деген сияқты. Мәселе бұл жерде айтыстан кетіп, мен қазір енді сұхбатта да біраз дүние айтамыз ғой. Айтыстан кетіп шыға алмай жүргеннен кейін барлығының жаңа етегіне жармасып деген сияқты нәрсе емес. Мен осы пікірлерімді қанша жылдан бері айтып жүргенім үшін де қазір айтысқа шыға алмай жүрген себебім де сол. Одан кейін жаңа еркіндік деген мәселеде шынымен де Жүрсін ағада ондай бір қысым болмайтын. Қазіргі таңда енді шынымен де айтыстан кейін де айтыстың алдында да ескерту өте көп болып кетті. Жаңағыдай кез келген елді мекенде айтыс өткізетін болса, жаңағыдай парламенттің мүшелері келеді, парламенттің төрағасы келеді деген сияқты. Мен сонда бір жүрегім ауырған дүние. Біз солар үшін бір айтысып жатқан сияқты болып қалдық та. Келе жатыр, төраға келе жатыр деген сияқты. Сонда эмоцияларды көргендіктен бұл жерде мен бәрі жағымпаз деп айта алмаймын. Ішінде жүрген айта алмай жүрген ақындар да бар. Олар бізге жай чатта жазып қояды, жекемізге жазып қояды деген сияқты. Ал тура айтып жүрген біз сияқты ақындар қазір біраз шыға алмай жүр. Оның қазір атын атап беруге болады. Сол себепті екеуінде айырмашылық. Жүрсін аға кәсіпкерлермен жұмыс жасады. Қазір Аманжол ағамыз да кәсіпкерлермен жұмыс жасап жатыр ғой. Бірақ бәрібір билік тарапынан, үкіметтен ақша да бөлінеді. Олармен тығыз жұмыс жасағандықтан бір цензуралар бар. Айырмашылық осында. Сонда кім айтады мысалы, мына тақырыптар жабық, мына тақырыптардың беті ашық деген сияқты? Аманжол Әлтаев па, әлде қазылар ма? Жоқ, қазылар ештеңе дей қоймайды. Сол ұйымдастырушы адамдар ғой. Аманжол аға бар, басқа сол жердегі әкімдіктен жүрген адамдар. Олар бүйтіп тыйып тастамайды, енді айтпаңдар деген сияқты. Бірақ соны айтатын бұл, мына тақырыптарды қозғамай-ақ қойсаңдар, мына тақырыптар қозғалса деген нәрсе айтады. Енді сен қозғамай-ақ қойсаңдар деген тақырыпты қозғасаң, бәрібір келесі айтысқа сен шықпайсың деген дүние да. Айтқың келген дүниені кейде айта алмай жатады адамдар. Ал сен айтып қойсан, сәл тентектеу болсан, сол кезде бұл қанатын қырқылады ғой. Енді өзі мынандай ғой, адамдар қазір ойлайды да, айтыста неге шындық айтылмайды, қазір шындық айтпайды деп. Негізі осы бір шындық деген сөзді бір жиі қолдануды ауыр енді. Бір қадірін кетіріп аласың ба? Енді айтыстың бүкіл функциясы тек қана шындықты айту емес шығар. Бұл бір билікті жамандай беру. Айтыс енді былай классикалық қазақ айтыстарын қарасаң, ол жерде көбінесе импровизация алға шығып отырады. Осы талапқа қалай қарайсың? Жалпы мен айтысқа бірінші орында өнер деп қараймын. Уже жаңағыдай суырып салмалығы бар, әншілігі бар, орындаушылығы бар деген сияқты. Мен өзі басым айтыстарға шыққан кезде айғайлап көп нәрсе айтпаппын. Назарбаев кет, Тоқаев кет деген сияқты. Ондай шумақтарым өте аз. Мен бұл пікірлерімді жеке YouTube арнамызда, өзімнің Инстаграмымда, Фейсбугымда жазып жүрем да, сол кісілер сахнада айтып қояды деп қорқама, мен соны түсінбеймін да. Әйтпесе мен бұл айтыс өнері, қазақтың өнері ғой, мен оның жолын да жапқым келмейді. Барынша сол дүниеге байланысты дүниелер айтыстың сыртында айтылған кезде сол көзқарастарыңа қарай кейде жаңағыдай тосқауылдар болып жатыр. Әйтпесе ол айтыс тек қана шындық айтатын жер емес қой. Қазір және платформаларда көп, ютубыңда айт, фейсбугыңда айт, жұмысыңда күрес деген сияқты әділетсіздіктермен. Ал айтыста ол жерде қыз бен жігіт айтысы болады, әзіл айтасың, астарлап жеткізесің деген сияқты. Өзі маған Бекарыс ағаның айтыстары ұнайды. Ол кісі бір тіке айтпайды, астарлап айтады. Айтыс деген сол меніңше. Мен де бір айқайлап, көркемдеп айту. Көркемдеп, астарлап, өзі айтыскер деген тапқыр болу керек қой. Кез келген адам айта алады ғой, Назарбаев кет деген сияқты, билік ауыссын деген сияқты. Бірақ оны ақын болғаннан кейін, айтыскер болғаннан кейін әдемілеп жеткізуге болады. Сол себепті мен айтысты тек шындық айту деп ойламаймын. Және де бәрі өйтіп отыра берсе, біреу жаңағыдай әнге салмаса, біреу әзіл айтпаса, тек шындық айта беретін болса, ол әрине дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ол бір саяси партия немесе бір жүйе ондай күресетін арнайы бір топ емес қой. Ол өнер, әркім өз пікірін айтқысы келеді.
мысалы мен өз көзқарасымды айтқым келеді. Бір кісілер мысалы бізде солтүстіктің ақындары көбінесе біз салмақты айтсамыз, мысалы Айбек ағамыз болсын, кімді алатын болсақ та, бізде қатты бір қалжыңға жақын емес. Сол себепті кейде салмақты айтсасын, қыздармен айтысқанда салмақты айтсасын, ал шымкенттік, түркістандық немесе сол қызылордалық ақындарды қарасаңыз, ол жақта жайдарманның өзінде де олар мықты әзіл жағынан. Олар әзіл айтады деген сияқты, сол сияқты әркелкі болған дұрыс па деп ойлаймын айтыста. Ал негізі қазір айтыс бір аманат партиясына байлаулы деген пікір бар. Бұл қаншалықты рас? Иә, тікелей аманат партиясымен байланысты. Өйткені қазір үкіметпен бірге ұйымдастырады, бірге жасайды бәрі дегеннен кейін. Одан кейін былай ғой, билік өткізгеннен кейін, араласқаннан кейін, әрине ол өзін жамандатқызып отырмайды ғой. Маған қарсы пікір айт деп ешкім бір нәрсе ұйымдастырмайды ғой. Бірақ мен ойлаймын, енді бұл кісілердің өз көзқарастары ғой, осындай жол таңдапты. Жаңағыдай үкіметпен бірге істейік деген, әйтпесе әртүрлі жолдар бар. Кәсіпкерлер де қазір көмектесіп жатыр ғой айтысқа, жаңа бір көлігін береді деген сияқты. Толық айтысты қолдап кетпесе де әйтеуір шама шарқынша жасап жатыр ғой. Сол сияқты әртүрлі мықты кәсіпкерлер бар. Баяғы Жүрсін аға сияқты оларды да тартуға болады. Бұл жердегі енді мәселе, қазір енді қарасаңыз Қайрат футбол клубы неге дамып жатыр, иә? Неге бәріміз қуанып жатырмыз? Өйткені ол бір кәсіпкердің футбол клубы, былайша айтқан кезде. Ал қалғаны барлығы не істеді? Мемлекеттік бюджеттен ақша алып келді, бір керемет жетістікке жетпеді. Сол сияқты біздің қазіргі айтып отқан дүниемізді дәл қазір қатысып отқан менің бауырларым да, ағаларым да, әпкелерім де, қарындастарым да көріп бізге қарсы шығуы мүмкін. Сендер айтыс жабайын деп жатсыңдар ма деген сияқты. Жоқ, бұл ондай емес. Біз болашаққа дабыл қағып жатырмыз. Өйткені қараңызшы, қазір аманат партиясы билеп тұр, иә? Ертең басқа партия билеген кезде оның ығына жығылып, немесе ол өткізбейміз десе, сен соған ғана қарап қалу деген, ол айтысты кәдімгідей тоқырауға апарады. Яғни кез келген жерде айтыс болу керек. Ол неге тек қана бір адам оны ұйымдастыру керек? Басқа жаңа әкімдіктен бөлек ол айтыста, ол айтыскер айтып, халық митингке шығып кетті деген мен әлі бір мысалды көрген жоқпын. Жаңа сол жерде залдан тұрып кетіп, бәрі әкімдікке қарсы жүрген Қазақстанның тарихында бір ондай оқиға жоқ. Және үйтіп кетпейді де. Түсінесіз бе? Сол себепті мен айтқым келетін нәрсе, билікте шошымау керек. Айтыс өз алдына жеке бүйтіп ұйымдасып жүре берсе, және біздің ұйымдастырушы айтыскер ақындар да ол биліксіз өмір сүре алмаймыз деп қорқудың қажет жоқ. Керісінше бұны бизнесмендермен, қалталы азаматтармен, елге, бұл ұлттық деп айтамыз ғой. Ұлттық өнер деп. Ол ұлттың ішінде бәріміз бармыз. Кәсіпкер де, айтыскер де, жазушы да, билік өкілі деген сияқты. Иә, арасында бірге өткізуге болатын шығар. Бірақ бір партияға немесе бір билікке осы өнерді байлап қою деген мен дұрыс деп ойламаймын. Өйткені ертең партия да өзгереді, ертең адам да өзгереді. Сонда соларға қарап отырамыз да, ақша бөлесіздер ма, бөлмейсіздер ма деген сияқты. Ал әр жақта еркіндік берсеңіздер, өз сауламай мынауды өткізе берсін, мынауды өткізе берсін деп, ең бастысы елдің ішіне бүлік шығып кетпесе болды ғой. Айтыс сөз, айтыс деген нәрсені той думанда, сол кезде айтыскерлер шақырады ғой, бір мерейімізді көтерсін, бір тілегін айтсын, бір шоу жасасын деген сияқты. Сондай форматта неге әркім өзі жасай беріп, бәсеке неге тумасқа? Неге тек үкіметтен алғандар ғана өткізу? Өйткені қазір сіз сұрақ қоймасаңыз да мен айта кетейін, бұл жерде жаңағыдай белгілі айтыстарды ұйымдастыру үшін кәдімгідей рұқсат деген нәрсе. Ойлаңызшы, иә, кәдімгідей сіз жай бір айтыс ұйымдастырамын десеңіз, кәдімгідей рұқсат алуыңыз керек. Кімнен алу керек? Кәдімгідей АП деп айтады, Ақордадан дейді, жаңа әкімдіктен дейді деген сияқты. Кәдімгідей сіз сонда кейбір ақындар мысалы әкімді де қатты бір мақтап жатады. Мен айтамын да, әкім деген өзгеретін адам ғой. Сол мақтап жатқан әкім кейде жемқор болып жатады деген сияқты. Ұят та кейде. Сол үшін иә, кімнің кемесіндесің, соның сөзін сөйлейсің деген бар ғой. Мен сондықтан бір кемеде бір биліктің қол астында болған айтыстың қаламаймын, және айтысқа тыйым салмай бәсеке болу керек. Ертең мысалы қазір бізде кезінде ана Қазақстан чемпионаты деген айтыс болды ғой. Иә. Сол жерден Жансая Мусина шықты, иә? Иә, Қайнар Алагөзов шықты. Біраз Еркін Садықұлы деген жақсы мықты ақындар шықты. Біржан Байтуов та сол жерде айтысты мысалы. Негізі сөйтіп бәсеке болса қызық қой, сосын керісінше қуану керек қой. Бұл ұлттың өнері дейсің бе, онда ұлттың ішінде басқа да адамдар шығады ұйымдастыратын. Ең басты соларға тұсау болмау керек та. Бізде андай тым болмаса қолдамай-ақ қойшы, бірақ аяқтан шалмасаң соның өзі жемісті. Әйтпесе өткізем деген адамдар өте көп, сонда аяғында басын қасып қалады да кейбір кәсіпкерлер.
ана кісіге осынша ақша беру керек екен ғой, келісім алу керек екен ғой деп өздері түсінбей қалады. Енді мен шыны керек Нұрғанат кезінде айтыста өте қатты қарадым. Осы Алматыда мен студент кезімде айтыс жылына 2 рет өтетін. Күзде, көктемде, сол кезде республика сарайы толып тұратын. Бір адамдар симай қалған кездер болды, сондай. Қазір бір көрермен азайып кеткен сияқты көрінеді маған. Солай ма? Мысалы мен былай қазір айтысқа көп бармадым. ютубтан көріп қалам, кей кезде тиктоктан көріп қалам. Сол кезде бір осы көрермен азайып қалған сияқты. Осы форматта кете беретін болса, жаңа Аманат партиясының қолдауымен ұйымдастыратын айтыстар бар ғой, онда айтыстың көрермендері қартайып, уақыт өте келе жоғалуы мүмкін. Ал енді мысалы Жандарбек пен Сырым екеуі айтыс страйк деген күшті бір жоба жасады. Әдемі өздерінің жобалары бар ғой сондай. Сол кезде қалың жастар отырды. Кәдімгі билет сатты ол жерде. Бұл жаңа форматта жастар келді. Мен сол кезде түсіндім, осындай дүниелер көбейе беру керек қой. Ол мейлі Жандарбек өткізсін, ол мейлі мен өткізейін, басқа Асқат Қылышбек, басқа ақындар өткізсін, керісінше бәсекеден осындай күшті нәрселер туады ғой. Әйтпесе осы форматта ғана өте беретін болса, онда қиын болады. Қазір кейбір айтыстарға бұрынғыдай шынымен де айтыс жаңағыдай жиі болып кеткендіктен бе, әлде форматы қызықсыз болып кеткендіктен бе, шынымен де мысалы амандасудың өзі 24 жол. Біз де ол қателікті жасадық. Жазып аласың, оның бәрін айтасың. Халық түсінеді. Ана Қуаныш Мақсұтов ағамыздың бір жақсы сұхбаты бар да, қазіргі айтыскерлер терілемейді дейді. Өйткені ол не айтатынын білесің, сен не айтатыныңды білесің, 24 жолдан айтып отырасың. Бұл біздің айтыскерлерді кемсіту емес, мен барлығын неше жылдан бері айтып келе жатырмын. Жігіттер, айнаға қарайықшы. Біз жасандымыз ғой. Біз неге баяғылар сияқты шоу жасамаймыз, неге баяғылар сияқты шатыспаймыз, неге әріптеріміз кейде аузымызға түспей қалады. Халық сенімен бірге елеңдеп алаңдап отыру керек қой. Мен соны көргім келеді. Өзім айтыскер болғанда, мысалы мен 10 жасымда шыққанда, алғаш шыққанда мен терлейтінмін. Жаңа не айтам, мынау маған не деп тиіседі деп, өйткені ол кезде ондай былықтар болмайтын да, екі адам бір-бірімен келісіп алып, немесе өзің жазып кеп, ағай шығарады, жай ғана нәрселерді дайындап береді де, соны әрі қарай өзің шығару керексің. Сол ол өнерді суырып салу деген сияқты. Қазір сонда қалай осыны жиі естейміз, келісіп алып айтысу деген қалай өтеді сонда? Өткенде мен осы келісіп алуға байланысты ютубқа бір шығарылым шығарғанмын. Сол кезде біраз ақындар ренжіді, оны неге айтасың деген сияқты. Оны жасыра бергенмен ертең қиын болады да ол нәрсе. Өнер өліп бара жатыр. Бұл жерде мен ғана өнердің құтқарушысын деп айтпаймын. Мен сөйтіп жазған кезде сен ғана ма келіспей айта салатын деп жазады да бізге ақындар. Мен сұмдық болғаннан емес, бәрі келіспей айта салады. Бірақ оған қадам жасағысы келмейді. Сен өзің келісіп айтыстың ба? Келісіп айтыстым, 2017-ге дейін келісіп айтыстым. Мектеп кезінде келіспедік, студент кезде осы нәрсеге кіріп кеттік та, бәрі бүйтедік екен дедік та, 2017-те мен есімді жидым. Қайда баяғы Нұрғанат? Мен сахнада бір сөз суырып салмаймын ғой деп. Сосын тұрдым да, қайтадан келіспеуге көштім. Бірақ келіспеуге көшкен кезде мен орын алмай бастадым. Көп адамға ауыр тиетіні осы. Мен басында студенттер арасында бірінші бас жүлде алып жүрдім ғой. Қалай келіспей бастадым, қарсыласым ренжи бастады, және өзім орын алмай бастадым. Қалай сонда? Неге орын алмайсың? Келіспесең? Өйткені кейде айтысын сәтсіз шығады. Бұл айтыс деген солай ғой. Аузыңа қалай сөз түседі. Негізі айтыс сол ғой. Жаңағыдай ылғи да тарихтағы айтыскерлерді жеңе бермеген ғой. Бабыңа қарай, сол кездегі ситуацияға қарай деген сияқты кейде жеңесің, жеңілесің. Ал жаңағыдай бір ақынның артында мысалы 4-5 ақын тұруы мүмкін. Сен анау саған сөзіңді айтып қояды, мен саған Павлодар деп тиісем, сен сол Павлодарға дайындал дейді да, сен бүкіл Павлодарды жиналасың да дайындаласың деген сияқты сондай нәрселер. Сөйтіп сен барып бірінші орын, екінші орын аласың. Ал ешкім келіспеген кезде сен білмейсің ғой, маған Павлодар деп тиісе ме, Томпақ деп тиісе ме, жоқ сен неге кәсіпкер болып кеттің деп тиісе ме, тұтқиылдан ұрады ғой, бокс сияқты ғой. Маған сол қызықты болды да, сосын тұрдым да мен ауыстым. Басында ауыр тиді орын алмағаным ше. Одан кейін бұл өту керек жол ғой дедім. Бәрі осы жолдан өткісі келмейді. Келісетін ақындар келіспей бастаса, кәдімгідей біраз адамдардың орны бүйтіп ауысады. Қазіргі айтыстағы. Сосын мен баяғыда айтқам, қашанғы орындаушыларды бұл айтыс асырай береді деп. Кейбір ақындар қазір шығып жүрген екі айтыстан да аспай қалады, суырып салмалығы. Шыны керек. Ол кәдімгідей мен осы өнерде өскеннен кейін маған кәдімгідей жүрегіме батады. Өйткені біз халықты да алдап отырмыз.
өзімізді талдап отырмыз. Бұл нәрсені айтқанда маған айтады да, сен сұмдықсың ба дейді. Мен сұмдық емеспін. Мен кез келгеннен жеңіліп қалуым мүмкін, немесе жеңіп кетуім мүмкін. Ол сол кездегі сәтке байланысты. Мүмкін айтыстың бір көркемдігін көтеру үшін керек шығар сонда. Жоқ, ол көркемдік, ол поэзия емес қой. Былайша айтқанда поэзия ол бөлек, айтыс ол бөлек. Айтыстың бағана сіз айтқандай табиғи құбылысы жоғалып бара жатыр ғой. Импровизация деген сияқты. Қазір мысалы мен баяғыда Ұлытауда бір айтысқа барып, ақындар келісіп отыр, сонда бір байқамайтын нәрсені байқап қалдым да, мен келіспегеннің бір пайдалы тұсын көрдім. Мен осы жастарға да айтамын, келіспей бастаңдар, саған басқа идея келе бастайды. Сен бәрін көріп отырасың. Сотқа кім шұқылап отыр, кім келе жатыр, кім тұрып кетіп бара жатыр, сен бәрін сол ситуацияны бақылай аласың. Келіскен кезде бүкіл ойын ана шумақты ұмытып қалмауда ғой. Түсініп отырсыз ба? Мен мысалы шәкірт тәрбиелесем де оны келістірмеуге тырысамын барынша. Немесе біреу ақыл сұраса, мен айтамын, сен онда келіспей шықсаң, сен керісінше ұтуыңа орын алмай-ақ қой, бірақ күшті айтыс шығып кетуі мүмкін. Ана жерде былай да, неге ақындар ренжи бастады дедім келіспеген кезде. Бірінші келіспеген ақыным айтты, енді маған келгенде сөйтесің ба деп. Мен айтам, саған келгенде өйтіп жатқан жоқпын мен. Маған сондай ой келді, Нұрғанат, қашанғы өзіңмен халықты алдайсың деген ой келді да, мен екеуміз айтысатын кезде мен сөйтіп ойланып қалдым. Ренжімеш, бұл саған қатысты емес, алда уақытта мен ешкіммен келіспеймін дедім. Шынымен де ешкіммен келіскен жоқпын. Және маған әр айтысым қызықты бола бастады ғой. Мен қазір айтыстан орын алайын, алмайын, мен бір үйге барайын, маған қызық. Суырып салған, өзіме сөз тапқан. Жоқ, осы келісіп айтысу деген, Нұрғанат, қалай пайда болды? Бұл былай механизмі дейміз ба, қалай өтеді? Екеуміз мысалы айтысатын болдық делік. Соны кім келеді? Жалпы айтып берейін ба, қалай болатынын? Мысалы Жүрсін Ерман келіп айтама, Қанат, Нұрғанат келісіп айтсын. Немесе Аманжол келіп айтама. Жоқ. Мысалы Аманжол ағамыздың өзі де келіспей айтысқан. Қазір де келіспей айтса мықты айтысады. Қараңыздаршы, мысалы мен бағана сынды айтып отырмын ол кісіге. Мысалы жақсы тұсында айтып отырмын. Жалпы сын айту деген ол біреуді жек көру емес. Қазір менде айтыс туралы сіз де мен де айтып отырмыз ғой. Біз бұл айтыста айтыскерлер жек көрген емес, бір өзіміздің дертімізді емдейікші дегеннен шығып тұр да. Сол сияқты Аманжол аға да айтпайды, Жүрсін аға да айтпайды, келісіп алыңдар деп. Ол ақындардың өздерінің іштегі дүниелері ғой. Барады да, бұл қазір дамыған заман. Баяғыдай гостиницаға келгенде ғана емес, қазір телефонмен жазып салады ғой, не істейміз деген сияқты. Және мен айтып отқандай, жаңағыдай орындаушылар неге алға шығып кетті дедім. Өйткені оның артында бәленбай адам тұрады да, жазып береді. Мысалы сіз маған айтасыз, павлодарға тиесем деген сияқты, жаңағыдай артында мен жақсы жазып бере алатын адамдармен сөйлесем ғой. Былай айтсам бола ма, былай айтсам бола ма деп. Ми уже істемейді, сен жаттап аласың да, сол жерде тек бір-екі күн бұрын жазған нәрсені айтып бересің ғой, болды. Мен өзі қызық, айтыскерлерге де әріптестеріме де таңғаламын, сонда несі қызық деймін да, сонда сахнаға шыққанда әлде бір театр сияқты болып кетті ма, баяғы табиғатты жоғалтып алдым ғой. Мен жаңағыдай келіспеуге оралған кезде кәдімгідей бір өзіме қайтқан сияқты болдым, кәдімгідей күшті болдым. Орын алмасам да, бірақ айтыста алғыс хат алып қайтсам да, бір еңсемді тік көтеріп қайттым да, елдің алдында да, Құдайдың алдында да, өз алдымда да, бір 4 жыл қайта суырып салдың ғой деген сияқты. Бұл сенің енді ана жерде қараңызшы, сен қазір тіпті мемлекеттік бюджеттен ақша алып отырсың өнерге деп. Енді бұл өнердің өзін жаңағыдай сіз айтқандай негізгі критерийлері бар ғой. Бұлар суырып салады, бұлар тапқыр ой айтады, бұлар ұшқыр деген сияқты сондай критерийлер бар ғой. Сен соны орындамай ақша алып жатқанда, ол да бір түрлі сияқты маған. Жаңа Нұрғанат, осы ақша алып жатырмын дейсің ғой мемлекеттен. Демек айтысты өткізу үшін жаңағы мемлекеттік бюджеттен ақша бөлінеді. Мысалы сендер бардыңдар, мысалы бас жүлдені айталық жаңағы кім алды? Аманжол ағамыз алды мысалы. Айтысып отыр басшылығы. Қалған айтыскерлерге ақшалай не береді? Қатысқан үшін. Мысалы оны беру механизмі қалай болады? Оны конвертке салып бере сала ма, әлде Каспийге салып жібере ма? Әр кезде әртүрлі. Кейде жаңа Народныйға жібереді, Халық банкке деген сияқты, кейде жаңа конвертке салып береді деген сияқты, әр кезде әртүрлі. Жоқ, оны жаңағы мысалы мемлекеттік бюджеттен берілетін қол қоясың. Қалай анықтайсың? Аяғында қол қоясың. Яғни Нұрғанат Қайрат удостоверение номері бәрі жазылып тұр. Өзің сол қол қоясың. Осы ақшаны алдым деп, ол яғни бөлінді ғой бюджеттен. Осынша ақша бөлінді дейді. Соны әрқайсымызға қатысқанымызға 300 мың, 500 мың деген сияқты соған қол қойып шығасыз, міне алдым деген сияқты. Жоқ, мысалы Жезқазған Ұлытау облысына айтыстың, Ұлытау облысының әкімдігі деген сияқты мысалы құжатта жазыла ма? Мысалы жаңа сіздер қол қоятын, сендер қол қоятын жаңа. Ол жерде міндетті түрде жазылады ғой, кім беріп жатқаны. Бірақ сол жаңағыдай негізі көбінесе банкке счетқа аударылады.
жаңағыдай конвертке беретіндер ол кәсіпкерлер кейде беріп жатқан ақшаны сөйтіп жаңағы қосымша деген сияқты беріледі. Жаңа келісімге байланысты айта кетейін, қалай болады дедіңіз ғой, содан кішкене аттап кеттік қой. Келіскенде механизмі өте оңай. Негізі келісуге 5-ақ минутта жетеді. Мен өзімнің осал тұстарымды білем. Мен Павлодарға дайындалып боламын, жақсылап. Өзім жаңағыдай отбасылық мәселелеріме дайындалып боламын деген сияқты. Сосын айтамын, сен маған осыны айта салшы деймін. Ол маған 8 жолмен айта салады ғой. Балаңның емес, қалаңның атын ауыстырсаңшы деген сияқты сөйтіп немене мәз Павлодар десе ылғи соны айтады. сондай деп. Мен уже дайын ғой. Мен оған айтамын, Павлодарға түсе салшы деймін. Түсе салшы деген әңгіме бар да. Жаңа мен бір нәрсені сұрайын дедім де, Нұрғанат. Кімнің Жандарбек пен Сырымның бір жаңа форматта жасаған дүниесі деп. Мен шын айтсам оны көрмеппін. Жандарбектің айтыстарын жақсы көретінмін. Кейін бір айтыспай кетті. Содан кейін бір өзлері бір бөлек айтыскерлер жүріп айтысып жүрді. Содан кейін Сырым екеуі қазір бір әндер айтады, бір Әнге салып жаңаша айтады, бір қоғамда болып жатқан мәселелерді әнге салып айтып жүр өздерінше. Мына форматтар қандай? Бұл жерде де айтса ма сонда? Осыны толығырақ айтып өтші. Қай форматта? Жаңа айтыс трек. Оны айта кетейін. Ол жерде былай, бір жақсы жері маған ұнағаны, елге қатты танымал емес жастарды шақырады. Айтыскер жастар. Айтыскерлерді. Сосын өздерінің парақшаларында жарнамалайды. Және андай сияқты күшті істеген. Енді Жандарбектер жас қой, енді креативке толы жігіттер ғой. Не істейді? UFC сияқты ғой. Сөйтіп ұйымдастырады. Мысалы, мына жақта мен шығам. Кіммен айтсайын деп жатайын. Мысалы, Мұхтар Ниязовпен айтсайын деп жатам. Осылай, Мұхтар Ниязов 3 дүркін алтын домбыра алсаң да менімен айтысып көр, бәлкім мен сені жеңіп кетемін деген сияқты сөйтеді. Қызық та сондай форматта. Сосын ана жақтан тұрады да Мұхтар Ниязов айтады мысалы. Осылай, Нұрғанат, сен әліңді біл деген сияқты. Андай бір резонанс тудырады, халықты қыздырады. Сосын екеуінің айтысын кәдімгідей адамдар күтеді. Шынымен де андай өтірік нәрсе емес. Екеуінің парақшаларында кәдімгі адамдар қызады, қашан айтыс болады, екеуі қашан кездеседі деп олар кәдімгідей соған бас қатырады. Бұл дұрыс формат, өте қызықты формат. Сосын айтыстарында не істейді? Бірінші кезеңде екеуі айтысады, кәдімгідей неше шумақ айтамын десе өзі біледі. Екінші кезеңде екеуі қайым айтысады. Сол кезде тіпті келісе алмайсың, сен қайым айтыста келісуге болатын шығар, бірақ ана жерде көрініп тұрады. Дәл осы жобада біреу сөз таба алмай қалып жатыр. Өткенде бірінші кезеңде күшті айтысқан адам, екінші кезеңде айтыса алмай қалып жатыр деген. Ол жерде нақты түсіріп салу керек та, төртақ жолмен болды қайым. Сол формат ұнатты. Ана жерде кәдімгідей жастар 20 мен 30 арасындағы жастар кәдімгідей айтысқа бүйтіп елеңдеп қызығып отыр ғой. Мен содан түсіндім, бұл форматтар көбейе беру керек. Әртүрлі, біреу UFC-дің форматында болу керек, біреу жаңағыдай тек қана 10 ақын жиналып қыз бен жігіт айтысы, қайым айтысы, түре айтысы деген сияқты ондайды да жасап жатыр қазір Аманат партиясында деген сияқты. Бірақ мәселе сол кейде шынайы шықпай жатады да. Менің бір күлетін нәрсем, сенің айтайын деп жатқан түйініңді бар ғой, көрермен бірге айтайын деп тұрады ғой сенімен. Ана орағытып келе жатасың ғой, 14-16 жылдарда біліп тұрады сен не айтатынды. Сол үшін бүйтіп басын шайқамайды қатты. Бұрынғы айтыстарға қарасаңыз 6 жол айтады Бекарыс ағалар мысалы, қараса халық елең ете қалады, ду етеді бүйтіп. Бізде қазір ондай айтысты өкінішке орай ондай дәл осы Аманат партиясы өткізетін айтыстарда мен ондай айтыстарды қатты көріп жүрген жоқпын. Айтыс ақындары, қателеспесем, содан кейін терме жыршылар одағы бар, Бұл одақ немен айналысады жалпы? Негізі бұл одаққа мен кіруге де қатты ұмтылмаппын, және қызықпаппын. Немен айналысады десем, жалпы мен өз бұрыннан ешқандай партияда жоқпын, ешқандай одаққа асыл домбыра екінші орын алған кезде асыл домбырада сөйтіп сендер кіресіңдер деген сияқты бір мен Түркияда жүргенмін, ол кезде бір корочканы әлі де алған жоқпын. Шынымен де осы айтыс ұйымдастырумен айналысатын шығар, мен аса бір қатты қызықпайды екенмін. Ол жерден соң сені шығарып жіберді? Шығарғанда былай болды да. Алдында бір әңгіме болды, оны да айта салайық. Сонда біраз ақындар осы одақтан шығамыз деді. Сол кезде мен де айттым, бұл мен өз түсінбей қалдым дедім. Мен одақта барым ба, жоқпын ба, бір кезде асыл домбыра алған кезде кірін деп айтқан сияқты еді. Бірақ бар болсам мен шығайын, жоқ болсам кіргізбей ақ қойыңыздар дедім. Жалпы мен бір одақ болуға, бір топ болғанға мен оны қолдамаймын мүлде ше.
Сол себепті бұл елде бәленбай партия болу керек, бұл елде әртүрлі айтысты ұйымдастыратын адамдар болу. Жаңағыдай қазірде осы сұхбаттың астына қаншама айтыскерлер жазуы мүмкін, өйткені одақтың чатына тапсырма берілуі мүмкін да. Бұл да бір қызық нәрсе. қойшы, тапсырма бермейтін шығар оларға. Тапсырма тікелей айтпайды ғой, жазыңдар деген сияқты, бірақ астарлап айтады ғой. Үндемей қалмаңдар деген сияқты. Сол кезде бәрібір Аманат партиясының боты сияқты көрінеді де маған. Сонда қазіргі айтыс қайта-қайта билікті айтып жатырмыз ғой, сонда бір Аманат партиясының бір копиясы болып бара жатыр ма, одақ дегенше. Маған сол қызық. Енді одақта қазір мүйізі қарағайдай 60-тан асқан, 50-ден асқан ағапкелеріміз бар ғой. Олар маған жас болып не айтып отыр дейтін шығар, бірақ 18 жастан асқаннан кейін әркімнің енді айтатын құқығы бар ғой. Бұл жерде біз ешкімге жала жауып отқан жоқпыз, қоғамда бар нәрсені айтып отырмыз. Сол себепті сұхбаттың басында айтқандай, қазір де айтқым келеді, бір одаққа немесе бір партияға айтыс байланбау керек. Жаңа айтып отырсың ғой Нұрғанат, 1 жыл болды мысалы айтыспаймын деп. Қазір немен айналысып жатсың? Айтысып жүргенде де мен кәсіпке кеткенмін. Себебі өзіңнің кітабыңды шығару үшін де, ертең өзің қалаған айтыстарды ұйымдастыру үшін де адамда қаржы болу керек екен. Бәрібір сен біреуден қаржы алып отырсың ба, биліктен қаржы алдың ба, биліктің сөзін сөйлеу керек боласың. Сол сияқты мен еркін болайын деп, тәуелсіз болайын деп қазіргі таңда кәсібіміз жасап жатырмыз, әртүрлі бағыттарда. Жаңағы IT приложениямыз бар деген сияқты, одан кейін товарды арасында сатамыз, студиямыз бар деген сияқты, әртүрлі кәсіптің саласында. Жаңағы IT қосымшасы мысалы, қазір енді шынында да адамдар дәстүрлі бизнеспен айналыспайды. Мысалы, мал ұстап, оны бордақылап, оны сату деген сияқты. Мысалы, бір ғана Яндексті алатын болса, бір такси жоқ, машинесі жоқ, дөңгелегі жоқ, бірақ бүкіл такси соларға қызмет етеді. Ал осының ішінде біз көп қолданатын Инстаграм арқылы мысалы қалай ақша табуға болады? Олай ғой, жаңа IT деп жатсыз ғой, негізі бұл өте сұмдық сала ғой. Біз де сол үшін IT-ға мән бердік. Бірінші соған тоқтала кетсек, өйткені бүкіл адамның қолында қазір не бар? Телефон бар, иә. Сол телефон арқылы біз қаншама адамға пайдалы бола аламыз. Яғни біздің мақсат пайдалы бола отырып, пайда табу деген мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Сол себепті қажет деген өзіміздің приложение шығардық. Оның ішінде сіз сұрап жатқан Instagram бар, YouTube бар, TikTok бар, жасанды интеллект бар, Target бар, Каспи бар деген сияқты әртүрлі сабақтар бар. Одан кейін оның бүкіл сабағын біз түсіріп жатқан жоқпыз. Мысалы, Каспиде күніне 3000-4000 зат сатып жүрген біздің мықты танысымыз, кәсіпкер, эксперт түсірді деген сияқты. Әр саланың өз маманы түсірген. Неге? Өйткені бұл қазір ауылдағы да қаладағы да кез келген қазақ жасай алатын дүниелер. Ең бастысы біз сол нәрсені жеткізгіміз келеді. Енді Инстаграм арқылы қарапайым, мысалы сіз жазушысыз, иә, жазушы болып өзіңнің шығармашылығыңды елге таныстыруға болады. Жаңағыдай біз неге халық кітап оқымайды дейміз ғой, кітапты оқитындай деңгейге жеткізу үшін, немесе мен айтыскер ретінде, немесе бизнесмен ретінде елге пайдалы боламын десең, Инстаграм соның көзі. Сіз ол жерде өзіңіздің атыңызды қалыптастырасыз, қазақ әдебиетіне қаншама үлес қоса аласыз, адамдардың кітап оқуға деген сияқты махаббатын оятасыз, кітабыңызды сата аласыз деген сияқты әртүрлі жарнамалар жасап, басқа жазушыға жарнама жасап, олай да ақша табуға болады деген сияқты. Яғни бұның жолы өте көп. Біз сол нәрселерді қазір адамдарға үйренсінші. Қарапайым ғана, мысалы мен кеше бір видео салдым. Батыстағы бір құрылысшы жайында, кәдімгі өзінің құрылысын көрсетеді. 3 миллион оқырманы бар. Қазіргі таңда тек қана ремонтқа, стройкаға, құрылысқа ғана объем дейді ғой, ондай алмайды. Ол әртүрлі құрылыс жабдықтарын сататын үлкен дүкендерді жарнамалайды. Өйткені ол дүкендерде ондай 3 миллиондық аудитория жоқ деген сияқты. Бұл үлкен күш. Сол себепті бұл бір ғана Инстаграм ал, жасанды интеллектін алатын болсақ, YouTube'ты алатын болсақ, ол тіпті үлкен жұмыстар атқаруға болады. Сенің айтпағың қазір мысалы халық теледидар көрмейді, үнемі сипайтын телефонын қарап отырады, керек тауарларында сол әлеуметтік желіден іздейді. Иә, тауарыңды, қызметіңді барлығын содан табады. Мысалы бізге өткен жылы Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Түркиядан адамдар келді ғой. Осы нәрсені үйретші деп. Ойлаңызшы, шекара асып келді. Бізді қайдан көрді? Инстаграм мен
тиктоктан көрді. Және ютубқа да біз өзіміздің сұхбаттарымызды, басқа да айтатын пікірлерімізді саламыз. Бір қызығы ютубтан тіпті Қазақстанға рұқсат берген көрілім арқылы ақша да таба аласың. Яғни адамдар оның жолын білмей жатады деген сияқты. Біз яғни қазір немен айналысып жатырмыз? Осы жолдарды адамдарға көрсету үшін қажет деген IT өзіміздің приложениямызды шығардық. Яғни өткенде сол сынға қалған қаншама айтыскерлер жабылған біздің өз әріптестерімізге де мен айттым, неден қорқасыздар? Бұл ризық тек несібе тек айтыста ғана емес қой. Біз жоғары ойлайық та, бәлкім ертең өзіміз айтыс ұйымдастыратын адамға айналайық, солай ойланайық. Әбден мүмкін. Неге? Қарапайым қазақ кәсіпкерлері қазір айтысты қолдап отыр. Сол сияқты айтыскерлердің ішінде де, мұғалімдердің ішінен де, жазушылардың ішінен де кәсіп жасайтын мықты айтыскерлер де, жазушылар да шығады. Ол жаңағыдай өзіңнің ізденісіне және де еңбегіңе, жігеріне байланысты ғой. Білім алсаң, ізденсең деген сияқты ештеңе кеш емес. Сол себепті бұл жолға жалпы бизнеске, IT болсын, қай салаға болсын мен еркіндік үшін келдім. Және осы нәрсе тек сөзбен ғана айтып қоймай, артынан ерікпе жатқан басқа да бір өнердегі балалар болса, өмір тек қана айтыстан тұрады деп ойлап қалмасын деймін да. Иә, ертең болашақта үлкен кәсіпкер болып жатқан кезде біз де айтысты қолдаймыз. Мен жаңа айтып отқан дүниемді жүзеге асырғым келеді. Өзім жеребе айтыс жасағым келеді. Өзім бәсеке тудырғым келеді. Сол жерде ешкімнің аяғынан шалмай, менен мықтылар шықсын, мен де жарысайын. Сөйтіп бір-бірімізбен жарысып жүріп, қазақ баласы өседі ғой. Сондай пікірде, сондай ойда болғандықтан кәсіпке келген жайым бар. Кәсіп демекші, Нұрғанат, осы біздің қазақ кәсіпкерлері де қазір жақсы пайдалы дүниелер жасап отыр. Мынау жаңа бала өңдейтін осындай патефон. Осыны қарашы, мен тыңдап көрсең. Ана тілім, менің ана тілім, қазақ тілі сенсің. Оралымды, ойлы, ғажап тілім сенсің. Енді мына балаға жаңа кішкентай кезінен түсіндіру қиын ғой. Сен патриот болуың керек, анаң тілінде сөйле деп. Баланы былай өзінің тілін білу үшін, үйрету үшін қызықтыру керек. Мына ойыншық сондай мінекей тіл ашар дейді ішінде, жаңылтпаш бар, күй бар, бұл жерде жаңағы тақпақтар бар, жұмбақтар бар. Тіпті болашақта айтысты кіргізіп қойса болады ше. Әзір айтысты өзің айта бер дейсіз ғой. Иә, мысалы айтысты осы жерге ақындардың жақсы қойса айтыстар, болады. Жамбылдың Құлманбетпен айтысы, Сүйінбайдың Ақан Әбдуәли ағамыз орындап жүрген жаңағы бұрынғы ақындардың, балғынбектердің айтысын салып қойса да болады. Осындай мінекей тамаша дүние. Күшті. Осы бізге қонаққа келген қонақтарға осыны сыйлаймыз, осыны қабыл ал. Рахмет. Нұрғанат, жаңа айтып отырмын ғой, енді мен де өзім осы айтыстың бір шетін көрдік кезінде. Оразалы Досбосын ағамыздың қасында жүрдік, жақсы араластық ол кісіменен. Қазір де біраз айтыскерлерді білем, арасында бауырларымыз бар, араласамыз. Мұхтарды өзім ерекше құрметтеймін. Қазір бір осы жаңағы мақамға жұтаңдық болып қалған сияқты. Бәрі тек осы Аманжол Әлтаевтың әуенімен айтысады. Осындай бір ізденістердің жоқтығы неден? Айтыскерлер өзлері былай ізденбей ма? Мәселе ол бағанағы келісіп алудан шығады. Біз әбден андай тәуекелге барудан қорқып қалғанбыз ғой. Оның ішінде өзім де бармын, басқа да айтыскерлер бар. Жаңа мақам алып шығу үшін сен кәдімгідей халықтың алдында терлейсің. Ол жаңа ғой. Мысалы біз бала кезде ештеңе етпейді, терлеп, ұмытқап сөйте бересің. Ал жаңа мақам шығару үшін біріншіден ізденіс керек, екіншіден батылдық керек. Ана мақам дұрыс шықпай қалса, ана мақам халық қабылдай алмай қалса деген адамдарда қорқыныш бар да. Сол себепті әйтпесе әртүрлі әуендерді қолданып көруге болады. Жаңағы нәрсе біз халықтың алдында бір басқаша адам болып кеттік қой. Біздің өзі бірінші айналымдағы айтыспен екінші айналымдағы айтыс, айтыстың көрермендері қазір көреді ғой, өздері де біледі. Екінші айналым мен бірінші айналымның айтысы жер мен көктей. Кәдімгідей байқалады. Сол сияқты біз қазір жаңа мақам алып шығатын болсақ, біздің де өзімізбен өзіміз бір-бірімізге ұқсамай қаламыз ғой.
яғни бұрында неге алып шыға берді? Қуаныш Мақсұтов әртүрлі мақам алып шықты, Оразалы аға әртүрлі мақам алып шықты. Өйткені олар сынап көрді, ол өз халқына сенді, жаңағыдай елген басты қылыш шаппайды дейді ғой біздің қазақ. А біз сол әбден жаңағыдай халықтан қорқып та ерте мына орын алмай қалса, ерте дұрыс шықпай қалса деген баяғы сол жасанды дүниеден біз осы бір қалыптан шыға алмай қалып тұрмыз ғой. Енді Ішінде мен де бармын. жаңа айтып отырмыз ғой мақам жайлы. Бұл мақам тек мақам ғана емес, бір стиль сияқты. Иә, стиль. Мысалы Шорабек ағаның өзінің стилі, өзінің ағайын деп бастайды. Меліс Қосынбаев жаңағы батыстың стилінде төгіп шығады мысалы. Әртүрлі тәуекелдерден қорыққан жоқ. Өзінің бейнесі бар. Қуаныш Мақсұтовтың жаңағы бунақтары шашылып жатады, бірақ қолын сермеу, жаңағы өзінің әртістігі, әуені кейде жаңылып қалады мысалы. Сол сияқты мысалы енді ол жарайды, айтыскерлер сондай тәуекелдікке барғысы келмейді. Жаңағы дайын әуендермен елге өтетін, құлаққа жағымды. Мысалы енді жаңағы Аманат партиясы бар, өзің айтып отырған, ұйымдастыратын. Жаңағы одақ бар, оның ішінде термешілер, жыршылар дейді. Мысалы солар бір талап қоюына болады ғой. Мысалы біз енді айтысты жандандыруымыз керек, бір орында тұрып қалмау керек, бықсып. Иә. Олардың тарапынан болмай ма? Мысалы мақам жаңартыңдар, әуен мысалы сендер жақта мысалы Исаның желдірмесі бар ма мысалы әндері. Жетісудың өзінің мектебі, Семейде Кемпірбайдың мысалы әртүрлі мақамдар көп негізі. Сондай талаптар болмай ма мысалы? Жоқ, ондай талап жоқ. Егер талап етсе жақсы ғой. Сенен талап етсем бола ма деген сияқты. Талап еткен күшті ғой. Мен ойлаймын енді, мысалы ақындардың өзінен бір қадам болмай жатса, ұйымдастырушы адамдар талап етсін деген сияқты. Міндеттесе деген ғой. Жақсы ғой. Мысалы, осы жолғы айтысқа әрқайсыларын жаңа мақаммен келсін десе, адамдар ізденеді негізі. Жаңағыдай әйтпесе сен бұл айтысқа қатыспайсың десе, адам тығырықтан шығу керек қой. Жақсы ғой талап. Әйтпесе бәрі бір заводтан шыққан сияқты жаңағы. Аманжол бәріміз бармыз оның ішінде. Бәрі сол жаңағы бір әуенменен асықпай, аптықпай айтысып отыратын. Ол жаңағыдай мысалы келіспеуді қалай жоюға болады, иә? Бұл жерде де ұйымдастырушылардың ойы болса, сондай талабы болса, жасай алады. Келіспейтін айтысты. Қолдан жасауға болады. Қалай? Айтасыз, сахнадан жеребе тартамыз. Оны жасап көрді ғой, Дулат Тастеки асыл домбыраны өткізген кезде онда айтыстар жасап көрді. Қызық болды. Иә, бұрынғы айтыстан сапасы түсіп кетеді. Басында солай болады. Мен осы нәрсені түсіндірейінші. Өз айтысынан да орын ала алмай қаласың. Айтыста дәл солай. Бұрынғы көркемдік бағытынан кішкене айниды, жерге түседі. Сен сөйтіп өзіңе қайтқан кезде ақырындап қайтадан өсесің ғой, гүлдейсің. Оны ұйымдастырушыларды айтса болады. Сол кезде ұйымдастырушыларды да қайтаратындар болады. Әліге суырып салмайтындар. Қайтесіз аға, ертең күшті ақылдар бар ғой. Ертең биліктен адамдар келеді, оған ұнамай қалса ше, ертең көрермен жоғалтып алсақ ше деген сияқты. Әркімнің басынан неше түрлі идея келеді ғой. Сөйтіп қайтарады. Әйтпесе біз бүйтіп бөлінеміз. Мына айтыс жеребемен болсыншы дейсің, кейбір ақындар жоқ жеребесіз болсын деп, кейде чатта бұрын бөлінетінбіз солай. Сол кезде айтып, жоқ, міне жігіттер, ешкім сөзіне қарамаса, мысалы Аманжол ағамыз, жігіттер айтыс жеребемен болады. Мен өзім кезінде солай айтысқам, шын мықтыларын, қалғыларын келсе, до конца барыңдар. Болды, мен міне осыны жасай алам сендер үшін. Десе, бәрекелді. Сол кезде іріктеледі ғой. Оның рас, мысалы, мен де осы студент кезінде Аманжол Әлтаевтың айтыстарын қабылдай алмайтын. Өйткені жаңағы жарқыраған Мұхамеджандардың жаңағы ұйқастары, теңеулері, жаңағы азаттыққа құйылған ақ қорғасын, жаңағы енді сақаң ешкімнің талапайына тап болмағасын деген сияқты. Кейін қарап отырсам, Аманжол Әлтаевтың айтыстары шынында да бүкіл айтыстың табиғатына жауап береді. Жаңағы суырып салғаны көрінеді. Және жай айтса да, ол бір сұмдық теңеу болса, оны халыққа өткізеді, жаңағы сіңіреді. Содан кейін өзінің әуені, өзінің жаңағы бейнесі, жаңағы үкісі, өзінің образы кәдімгі нағыз айтыскер ғой. Сондай алып келген. Мен соны айтамын да, ағалар, сіздер бұл жолдан өттіңіздер ғой. Міне сіздер сияқты жеке айтыскер шығу үшін дәл солай болу керек. Енді айтыскерлер өздері келісіп қоя берсе, онда сіз алыңыз да жеребемен жасаңыз, болды. Бізде бар нәрсе дейсің ғой, бұрында болған. Ол жаңа нәрсе. Аталарымызда да болған, ағаларымызда да болған. Ең басты сол жаңағыдай жанында жүрген адамдар қайтарған кезде жігіттер, болды. Бәріміз осылай істейік десе, бітті ғой, ешкім сөзіне ермесе деген сияқты менде ой. Ал енді
жалпы енді осы айтысқа қатысты сынды айтыскерлер қалай қабылдайды? Мысалы мен жаңа жасыратын жоқ, бәрің білесіңдер, өзімізде аралас құрлас адамбыз ғой. Мысалы мен инстаграмға жаздым жаңағы осындай бір айтыс көп болып кетті, бір ретсіз өтіп кетті. Мысалы Бердібек Соқпақбаевтың тойында болдым мен өзім. Бердібектің тойында айтыс жасады, Нұрғисаның тойында айтыс жасады. Мысалы мен сол инстаграм парақшада айттым, мысалы Нұрғисаның тойында күйшілердің байқауын өткіздім. Мысалы баяғыда қазақта күйшілердің байқауы болды. Жаңа қызбен күй тартысып отырып, бақайшағымен тартып ұтып кеткен деген сияқты, жаңағы інгенді идіріп жіберу деген сияқты. Бұл да бір керемет өнер да. Немесе прозалық байқау ұйымдастыруға болады ғой деген сияқты ойымды айттым. Сөйтсем біреулер жаңа жазып жатыр да, онда ат бәйге болмау керек қой деген сияқты. Бердібек атпен шапқан жоқ қой, Нұрғиса бәйге шапқан жоқ қой дейді да. Мен егер бүйтіп сөз қуа берсек, негізі сөзден сөз туа береді. Менің айтпаған болған бір айтысты жоқ қылып жіберу емес, бір қадірін кетірмесе, мысалы той өткізудің де бізде форматтары болса сөйтіп. Мысалы бүкіл тойда айтыс, бүкіл тойда көкпар, бүкіл тойда бәйге да. Бірақ соның ретімен сөйтіп өзгертіп отырсақ мысалы деген сияқты. Ой, сонда да маған айтыскерлер жазып жатыр өзлерінің пікірлерін. Мен айтысқа қарсы емеспін. Және менің бір ауыз сөзімен ол айтыс тоқтап қалмайды, жабылып қалмайды. Сонда бұлай жалпы осы айтыскерлердің сонда сын қабылдай алмай ма? Әлде ойланбай ма мысалы? Жалпы мен енді осының бәрін негізі өзімде қазір қайшы болып отырмын да сұхбатыма. Мен негізі журналист ретінде өз ойыңды айтуға болмайды. Сұрақ қоясың, пікір таласпайсың. Пікір таласатын жер емес. Бірақ мен осының бәрін бір айтуға бір мәжбүр болып отырған сияқтымын да қазір. Бір айтыскерден білгіңіз кетті. Сендер қалай қабылдайсыңдар? Қалай қабылдайсыңдар осыны? Жалпы бұл тек қана айтыскерлерде емес, біздің қазақ қоғамында әр салада бар дерт. Ол қалай десеңіз, бізде өзі сынды қабылдау қиын ғой. Ол тек қана айтыскерлер ғана емес, жалпы қандай мамандарға болсын сын айтсаңыз, адекватты, саналы түрде, артынан бір суық ақылға салып ойланатындар болмаса, бәрі бір мезетте жаңағыдай сізге білдірген сияқты реакция білдіреді. Бірақ кейде ол ұяттау, енді өзіңді қорғамайсың ба деген сияқты. Ол сізде қазақсыз ғой, ол ұлттық өнер деген ол ұлттың ішінде сізде барсыз ғой. Мысалы бір жағынан сізде дара тұлғасыз, жеке адамсыз, өзіңіздің пікіріңіз бар деген сияқты. Мысалы мен айтыскер ретінде оны ренжімейтін едім. Басқа ақындарда ренжуден қажеті жоқ деп ойлаймын. Ойлансақ біз, мүмкін бұл кісі дұрыс айтып отқан шығар, мүмкін бұрыс айтып отқан шығар. Не айтса да енді өзінің пікірі ғой деп біз ойлансақ, ана жерде мәселе үндемей қою емес, жарайды, жаза берсін, ол енді сол жерде кімнің кім екені байқалады ғой. Мәселе мойындап үйрену керек, сынды қабылдап үйрену керек. Мен айтыстың ішінде жүргенде де кейбір ағаларымызға сын айтсам, жаңағыдай көтере алмай жатады. Не ол менің жасыма байланысты болуы мүмкін, немесе сөздеріме байланысты болу деген сияқты. Мысалы мен мынадай сізден бөлек өз сынымды айтып көрейінші. Ол сынды мен олардың ішінде де айтқанмын. Бір аймақта айтыс өтеді. Мәселе Қызылжарда айтыс өтеді. Қызылжардың ақыны ұйымдастырды екен, немесе Қызылжардың ақыны бар екен деп оған бас жүлде бере бермеу керек деп мен айтам. Кім мықты сол айтыста, сол орын алу керек деймін. Сол кезде оның еңбегі бар ғой, ол жүгіріп жүр ғой, ол айтыстан бөлек ұйымдастыр, онда ұйымдастырған үшін деп арнайы жеке медаль беріңіздер деймін де. Егер ол соған қатты бір марапатқа мұқтаж болса, әйтпесе өнер үшін деп жүгіріп жүр ғой, ол да маған орын алса әперсін деп жүгірмейтін шығар бәлкім. Бірақ бізде соның еңбегі бар ғой деп бере салсаң, келесі айтысқа ақындарда мотивация болмайды ғой ешқандай. Келесі айтысқа сен түсініп барасың. Павлодарға барсаң мынау болады, Оралға барсаң мынау болады деген сияқты. Ол дұрыс емес қой. Бәсеке болмайды. Осы сынды айтсам да кейбіреулер сен еңбекті бағаламайсың, бүйтпейсің. Еңбек бөлек бағаланады, өнер бөлек бағаланады деп. Бұл да сын. Соны да қабылдай алса деп ойлайсың өзіңнің әріптестерің. Сол сияқты сізде журналистикада болсын, жазушылықта болсын, бізге мынадай жаңашылдық керек, мынау керек деген сияқты. Бұл жерден сіз енді қазақ
ретінде айтып отқан пікіріңіз деп мен өзім қабылдадым. Әйтпесе мен де айтыскермін ғой, сізге қарсы шығуыма болатын еді деген сияқты, бірақ қарсы шығудың бір ретін аса бір көрмедім. Өйткені сіз ана жерде айтысқа ғана тоқталғандықтан адамдар енді жаңағы көкпарды басқанды айтып жатыр ғой. Сіз ана видеода бәрін айта берсеңіз, көкпарды да ретімен өткізу керек, ананды десеңіз, ол ұзақ видео ғой былай қарасаңыз. Сол жерде негізі мен де бір жанашырлықпен айттыңыз деп оны қабылдадым. Сол сияқты бәрі мен сияқты қабылдасын деп айтпаймын. Қарсы шығатындар қарсы шыға береді. Мен Олар тоқтата таңғалғаным алмайсыз. Нұрқанат, енді бір әңгіме болып кетті да мына сұхбатымыздың мінекей ортасына таман. Менің қабылдамай қалғаным, мысалы, ақын деген жалпы еркін ойлы адам ғой. Иә. Мысалы, жаңағы Өміржан деген жігіт бір-екі рет көрді, көрген жерінде Қанеке дейді, жаңағы Құма дейді да. Мысалы, енді біз білеміз, ТикТокта, Инстаграмда боқтап жіберетін комментарийлар да бар, неше түрлі. Оған мен селк етпеймін. Жарайды адам. Бірақ енді осылай бір сахнаға шығып жүрген адамдардың соншама жаңағы шыж-быж болып, жаңағы лақпа, Құма деген сияқты сөздерін, мысалы, мен бір мәдениетсіздік деп қабылдадым. Былай, менің сынымды қабылдамай-ақ қойсын, менімен келіспей-ақ қойсын, мен бір жаңағы Құдайдың сөзін айтып отырған жоқпын ғой. Бірақ соны мәдениетті түрде талқылауға болады. Менікі соңғы сөз емес. Сіздің көзқарасыңызда олар мәдениетті адам еді ғой. Иә. Сіз сондай бір енді бір сахнаға бәрібір жазатын білдіңіз ғой сіз. Иә. Айтыскерлер көп, айтыс көп өтіп жатыр деген сияқты. Мен жазатын білген жоқпын. Бәрібір жазады ғой енді ол. Жазады. Өз саласына қатысты айтылып отқаннан кейін. Топталып кетеді деп ойлаған жоқпын. Енді келесі мәселе. Осы жалпы жаңағы сен бір енді айтып отырсың ғой, осындай пікірлерім ұнамайды деп. Қуғын көріп жүрген басқа айтыскерлер бар ма? Қуғынға түскен, бір шет қақпай көрген. Енді және не үшін көрді олар? Бағана басында айтқандай, өз пікіріңді айтатын болсаң, бір еркін дүниелерді айтатын болсаң, сені жұмысыңнан шығарып үйтпейді. Енді сен айтыскер болғаннан кейін негізгі шығатын жерін айтыс қой. Сол айтысқа қатыстырмай қояды. Мысалы, оның ішінде Мұрадым деген мықты ақын бар. Өте қатты мойындаймын. Оны бір рет өткенде шудан кейін шығарды, өз арамызда шу болған. Давай шығып көр деген сияқты ше. Сөйтіп ал айта бересің ғой, шығармайды дегенде. Ол жерде негізі ол жігіт мынадай мәселе қозғатты. Неге әр айтыста белгілі адамдар ғана айналып жүре береді? Бір-екі ақын ғана қосылады болды. Әйтпесе әр өңірде 30-40 айтыскерден бар бізде. Көп, өте көп та. Сонда неге айнала береді деді жаңағыдай. Біз бір ақын бір айтысқа қатысса, келесі айтысқа басқа ақындар қатыссын, олар да өссін, жастар да жаңа талаптансын, тәжірибе жинасын деп ол ой айтты да. Сосын сол жерде бір мәселе шыққаннан кейін Мұрадымға біраз адам жабылды енді. Сол жерде группада. Сосын біз оны қолдағандай болдық, біз де жаздық. Мына жақтан оны қолдайтындар шықты, ана жақта қолдамайтындар шықты деген сияқты. Сөйтіп кәдімгідей бір Мұрадым өз басын күйттеп жатқандай болды да, бірақ мен ол кісімен өзімен де хабарластым. Бұл жерде дұрыс айтып отырсыз. Осындай мәселе қозғалу керек деп. Содан кейін ал енді шығып көрші деді, одан кейін шықты. Негізі жақсы айтысты, бірақ енді көп айтысқа ол кісі тағы да шақырылмайды деп ойлаймын. Өйткені алдында да бір мәселені қозғап жіберді. Арғындар бәрі жиналып алып деген сияқты сондай әңгімеде шыға бастады. Мысалы мен өзім арғынмын, бірақ мәселе кейде руға да қарамайды екен. Мұрадымсың ба, Нұрғанатсың ба, қарсы пікір айттың ба, айтысқа шықпайсың деген сияқты дүниелер бар. Кез келген ол жалғыз ғана Мұрадымды айтып отырмын ғой, одан да басқа ақындар да дәл біздің жолымызға түседі, егер еркін ойын айтатын болса. Енді қараңыз, мені шығармай қойды, Мұрадымды шығармай қойды, тағы бір өзі шығармай қойды деген, оны жастар көріп отыр ғой. Бұл жастарды кәдімгідей диктатураға тәрбиелеу ғой. Сөйтіп жастар тұрады да, біз Мұрадым аға сияқты болмау үшін ол бейсаналы түрде не істейді? Болды, мақұлбай болады. Ол жерде дұрыс әңгіме айтылып жатыр ма, айтылмай жатыр ма, ана жерде анализ деген нәрсе жасалмайды. Сөйтіп, өйстіп осындай жолға кетіп бара жатқаны кәдімгідей көңілімді қалдырады. Ол қуғындалатын да, айтысқа қатыстырылмайтын да ақындар бола береді. Біздің ұйымдастырушылар өзгермейінше. Басқадан болып кетудің қажет жоқ, жай осы жігіттерді тыңдайықшы деген бір еститін Қазақстан деп өздері айтады ғой. Еститін аға болайықшы деген кезде біздің үніміз естіледі. Әйтпесе Мұрадым да, мен де, басқа ақындар да өзінің бір басын күйттеп атқан сияқты қылып сені жексұрын қылып көрсеткісі келеді.
олай емес. Және мен келіспеу туралы айтамын ғой, міндетті түрде жазылады. Сен өзің келіспей не қатырыпсың деген сияқты. Ештеме қатырмай-ақ қояйын. Бәріміз келіспейік, содан шығамыз ғой. Бәлкім мен жұлдыз боламын, бәлкім басқа бала жұлдыз болады деген сияқты. Бірақ сол жерде бәсеке болып, сол жерде шынайы таланттар туады ғой деген ой. Сол себепті еститін Қазақстан деген сияқты еститін ағалар болса, айтатын інілер көп қой. Бәрекелді. Мына содан кейін бір айтыстың ішінде жүрсің ғой, мен бір тағы сұрайын дегенім, осы бір айтыста шығып, жаңағы сынайды ғой, үкіметті сынайды, жаңағы жағдайларды айтады. Сол кей кезде маған бір айтыскердің өзінің позициясы емес, бір көпке жағыну, бір көп жаңағы қошеметті есту үшін айтатын сияқты көрінеді. Әлде мен қателесем ба? Әбден солай. Мен баяғыда тәуелсіз бақылаушы болған кезде қасымнан бір айтыскер таппадым ғой. Сайлауда. Иә, жігіттер болмай кеткенде маған кәдімгі қысым көрсетілді да. Сөз болмай кеткенде айттым, жігіттер, сендер ел дейсіңдер ғой, жер дейсіңдер ғой, қайдасыңдар? Мен уже Павлодарда емес, басқа жақта жүрмін ғой мен. Мен бүкіл Қазақстан менің отаным ғой. Сол кезде менде ой туды. Риза болам, ол кезде болысқан жігіттер де болды. Бірақ көп адам сол кезде бас көтермей қалады. Шынайы ситуацияға келген кезде. Ол жаңағыда елдің сөзін сөйлейтін келген кезде. Былай да бізде қызық тіл дей береді да, мысалы. Оған бірақ заң керек қой, мен қанша айтамын. Қазақстан үкіметі бірақ заң шығарса болды. Мен мысалы шетелде де өмір сүріп көрдім. Ол жақта басқа тілде сөйлемейсің. Басқа тілде сөйлесең қара жұмыс қана істейсің болды. Сол елді мемлекеттік тілінде сөйлей алмасаң, сен ешқандай жұмысқа тұра алмайсың. Бірақ қана заң. Осыны батыл айту керек қой, болды. Немесе жемқорлар дейді. Кім нақты жемқор? Назарбаев кезінде атын атамадың ба? Кеткеннен кейін ескі Қазақстан. Ұят қой. Мен мысалы шын айтайыншы, Назарбаев тақтан түскеннен кейін бір жамандамадым, мен ұялдым. Ол тақта отырғанда Болат Назарбаевты да, Нұрсұлтан Назарбаевты да сынадық. Кәдімгідей біздің ата-анамыз да біз үшін уайымдады, бір нәрсе кетпесінші деп. Біз енді ер азамат болғаннан кейін мен өзім ата-анама айттым. 3 ұлыңыз бар ғой, біреуіңіз айтсын да дедім. Бір ұлыңыз хотя бы айтсыншы дедім. Мен айтайын дедім. Сол сияқты енді біз сондай қадамдарға барғанда, бірақ мен ешкімге ренжіген жоқпын. Кейде айтам ашынып, бірақ мен ешкімге күрес деп айтпаймын, өйткені ол әркімнің өз таңдауы ғой. Және бұл жолда жүргеніме мысалы бір нәрсе айтсам да мен біреулермен қолдасым деп айтпаймын. Әркімнің өз азаматтық пікір, және менің жағдайым, отбасым жағдайы, оның сыртында әулет, ел көркейсін деген тілек қой. Сол сияқты осындай мәселелерге келген кезде мен кейде күлкім келеді да. Жаңа Қазақстан бұрын Назарбаевты мақтап жүргендер қазір Назарбаевты жамандап жүрді. Өте ұят нәрсе. Сол сияқты қазір айт. Қазір не болып жатыр? Қандай министрге қарсысың? Атын ата. Қандай жаңағыдай кәсіподаққа қарсысың? Атын ата. Жалаң, жалпақ ұра берген ол болмайды. Детально айт. Айтатын болсаң. Ал өтірік шапалақ үшін ол халықта қойшы дейді, оны әркім қазір кухнясында отырып айтып жатыр, сөзін шыны керек, бүйтіп алады да соткасын айта береді, ол ақындық емес қой. Сол себепті бағана басында да айттық қой, айтыс деген тек шындық айту емес, бірақ шындық айтып жатқандай бүйтіп желпіне береді да, олар қарайсың да күлкім келеді. Шынымен сондай болсаң, Арон Атабекті неге айтпадың кезінде? Қазірде мысалы қаншама біздің жаңағыдай Думан сияқты неше түрлі қысымға ұшырап жатқан жігіттер бар. Жыланбаев бар, Марат Жыланбаев. Сен кезінде мақтандыңдар ғой онымен. Неге айтпайсың? Айт. Маратша жүгірген Жыланбаев енді қайда жүгіреді? Түрме ішінде жүгіріп жүр ме мысалы? Деген сияқты ойларды айта алсаң, айт. Бірақ өтірік шындықтар керек емес те. Енді қазір де айтатын шығар, сен шығып алып анау-мынау. Иә, қауіп төнуі мүмкін. Бірақ былай ғой, біз өзі фактімен айтатын болсаң, ешкім сен басыңды кесіп алмайды, бірақ біз өздері қорқады да. Жаңағы нәрсе сіз айтып отқан дүние кейде өзінің позициясы емес деген сияқты, ондай жігіттерді енді қыздарға ештеңе айта алмайсың. Жігіттерді көрген кезде кейде қатты айтып жүресің, кейде жай ғана күлмейсің, аяйсың. Сол маған да сол бөтен біреудің киімін киіп шыққандай көрінеді да. Сол сөзді өмірде сіз білесіз ғой. Мысалы мен өмірде де білемін оларды. Сосын шындық деп отырған адамдар, әділдік, адалдық дейтін ақындар бізді көріп отқан. Адалдық, әділдік сол келіспеуден басталады ғой. Әділ болсаң, адал болсаң, халқыңды алдама.
қалғана басшыларды айтып ұят өзің алдап жүрген кезде. жаңа сенімен сөйлесіп отырып мысалы Нұрғанат әңгімеден әңгіме туады, ойдан ой Иә. туады ғой. Жаңағы түрлі лигалық айтыстар болса деп. Күшті. Мен мысалы мынаны ойлап кеттім да, Аманжол Әлтаев өзі бір айтысқа жаңа форма құбылыс болып келген адам, иә. Меліс Қосынбаев та сондай ұқсамайды. Мұхамеджан Тазабековтің де өзінің Бөлек ол кісі. жанкүйерлері бар, өзінің тыңдаушылары бар. Мысалы осылар әрқайсысы өзінің мысалы шәкірттерін алып келіп айтыстырып жатса, Күшті иә. ғой. Мысалы Тазабековтің шәкірттері Иә, менен керемет қой. Меліс Қосынбаевтың шәкірттері деген сықылды. Мысалы Айнұр Тұрсынбаева мысалы қандай еді, мысалы қысқа маған қатты ұнайды. Мысалы Айнұр өзі бір қыздардың жаңағы Тобын бастап тобын бастап келіп жатса, мысалы Иә. Ақмаралдың айтыстары қандай еді, мысалы Леубаева мысалы тыңдадық біз. Біздің айтыскерлер сол айтыспен ғана ауыру керек қой, болды. Айжан мені шығармай қоя ма, қалай қарайды деген нәрсе осы кезде болмайтын еді. Әрқайсысы жеке дамыса. Барасын айтысасын, болды. Жеңдің халыққа күшті эмоция сыйладың деген сияқты. Сіз айтып отқан дүние өте керемет қой. Мен жаңа айтып отқанымды жаңа өзімнің инстаграмда рилсыма қатысты ше. Мен айтыскерлерге қарсы айтқан жоқпын ғой. Мысалы сол жерде жазып жатқан жігіттерге, қыздарға ше. Мен ұйымдастыру жұмысы туралы ғана айтып отырмын да. Сіз айтыс туралы айтсаңыз не болады? Сен өзің қыз жігіттер олар айтысты ұйымдастырып жүрген жоқ қой, олар айтысып жүр да. Оларға мүлде ол сын емес та. Жаңағы былай ойлап қараған, бірақ олар ренжиді да кейіп ше. Сондықтан былай айтыстың өзінің рас көрермені бар. Бұл өзінше бір біздің фольклорымыз, біздің ауыз әдебиетіндегі. Көрерменді жоғалтпау үшін бір сарыңды болмау керек болып тұр ғой. Сондықтан оны жабудың керегі жоқ. Негізі бір нәрсені жауып тастау, тоқтатып тастау деген бұл бір диктаторлық, авторитарлық жүйеге тар. Иә, жақсылыққа да апармайды. Ал оны бір дамыту, өзгерту, жаңа қанаттандыру деген мәселелер керек. Енді Нұрғанат қараш, бізде мынандай да бір сындар айтылады ше. Айтыскерлер арнау айтып бір тек мақтаумен айналысады деп. Осыған қатысты не айтасың? Енді мысалы жамбылдарды да білеміз біз. Қырғызстанға барып жаңағы мақтауын келістіріп отырып ақ жаңағы сый-сияпаттарын алып кеткен. Бұл бір тән шығар айтыс ақынына. Мүмкін біз қатты сынаймыз осыларда. Негізі кімге қандай сөз арнасаң да адам бірінші өзін сыйлай білу керек деп ойлаймын. Алдыңда біреу тұр ғой, бір бай, шонжар немесе жаңа әкім деген сияқты кім болса да, саған бір нәрсе ұйымдастырып беріп жатқан адам болса да, бірінші өзіңнің ішкі дүниеңнен өткізу керек сияқты. Мына адам соған лайықты ма, лайықты емес пе деген сияқты. Бірақ бізде көбінесе алдында кім тұрса да, Бақытжан тұра ма, Сарыбай тұра ма, бәрін мақтай беру деген бір жағынан сүйкімсіз көрінеді ғой негізі. Мен ойлаймын, айтыскер деген ол кәдімгідей бір позициясы айтады ғой, бұл халықтың сөзін сөйлейтін адамдар деп айтып жатады ғой кейде сол атқа да бір лайықты болу керек сияқты. Тіпті айтыскер ондай болу керек деген қатып қалған қағида болмаса да, азамат ретінде де өзің ойлану керек сияқтысың. Мына адамды не үшін мен мақтауым керек? Бізде қызық нәрсе бар да, мысалы біреу әкім болады ғой, ол енді әкімнің жұмысы сол инфрақұрылымды, сол облысты дамыту ғой енді. Ол не үшін айлық алады, ол не үшін жұмыс істейді? Бізде сондай деңгейге түсіп кеткенбіз ғой. Кәдімгідей ол өз жұмысын жасап отырса, соны бір әулие көреміз да. Сонымен айтамын да, президент те негізі сенің қызметкерің ғой деймін да. Слуга народа дейді, кәдімгідей сенің қызметкерің ғой. Біз сол бір президентке бір нәрсе айтып қалса, сен анадай да пікір бар да, сен өзің бірінші президент болсайшы. Сонда сен 7 жылда бір отыратын нәрсеге сен қартайып, біз 30 жылдан қаншама адам қайтыс болып кетті ғой, екінші президентті көрмей мысалы ше. Қаншама аталарымыз тек Назарбаевты көріп кетті деген сияқты. Сол сияқты ол президент бір нәрсе жасай ма, ол оны жасау керек нәрсесі. Сол сияқты сен айтыскерсің ғой, сенің қызметің айтысу деген сияқты, оның қызметі жұмыс істеу. Сол себепті қатты бір әспеттеп ешкімді мадақтаудың да қажеті жоқ та. Иә, дұрыс, бағала, ризашылығыңды айт, бірақ бізде кейде тым асырып жібереміз да. Мен бір дәстүрлі сұрағым бар да, қонақтардың бәріне қоятын. Енді параны тек қана үкімет алмайды ғой. Үкімет басшылары, әкімдіктер, жаңағы КМБ дейді, прокуратура дейді. Соны беретін де өзіміз. Мысалы, сен өзің пара берген кезің болды ма? Жоқ. Өйткені сеніммен айта аламын, мен әлі күнге дейін пара бермек түгіл мен правам жоқ ше.
Неге? Өйткені баяғыда мектеп кезінде автошкола деген болды ғой. Сол кезде ағайымыз айтып еді, жігіттер 5 мың теңгедей жиналыңдар, Екібастұз қаласына барып праваны шешеміз дегенде, сол кезде мен бермей қойғам. Ол параның 5 мың теңгесі болсын, 500 мың теңге болсын, 5 миллион болсын, 5 миллиард болсын, оның аты пара бәрібір. Және менің әкем де неше түрлі мүмкіндігі болған адам, бірақ қарапайым өмірде шопыр. Көп мүмкіндіктер болды. Үлкен адамдардың қасында жүрді, шопыры болды деген сияқты әртүрлі нәрсе ол кісіге де ұсынды. Әкемде болмаған дүние менде де жоқ. Мен соны көріп өстім. Яғни әкеміз бізге ешкімге берме және ешкімнен алма деп өсірді. Айтпаса да біз соны көріп өстік. Енді айтыс тақырыбын біраз айтқан сияқтымыз. Осымен Мгм. әңгімемізді тәмамдасақ. Иә, рахмет. Айтатын дүние негізі көп, бірақ сұрағыңызға қарай жауап бердім деп ойлаймын. Негізі осындай дүниелер көп болып тұру керек деп ойлаймын. Менен де басқа ақындар өзінің ішкі дүниесін айту керек. Мен жігіттерге айтамын, қыздарға айтамын, қорықпасаңдар, сендер тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатсыңдар ғой, соның тәуелсіз деген нәрсені сезіну керек қой, еркін деген нәрсені. Сол себепті сіз сияқты адамдарға, сіз сияқты журналистер шақырған кезде біздің ақындар бару керек және айтатын дүниесін айту керек. Мейлі ол қандай деңгейдегі ақын болса да, әркімнің өз пікірі бар ғой. Шақырғаныңызға рахмет. Енді Нұрғанаттың сөзін естідіңіздер. Егер келем десеңіздер, студияның есігі ашық. Және де мен бір Нұрғанаттың бүкіл сөзіне келіседі деген әңгіме емес. Нұрғанаттың да сөзі бір соңғы сөз, бүкіл осы айтысқа қатысты бір қойылып отырған бір майлы нүкте деген әңгіме емес. Қарсы уәж айтам дейтін адамдар болса, айтыскерлер тарапынан сіздермен де сөйлесуге, дидарласуға дайынбыз. Рахмет, амандықта жүздесейік.